Present simple. Бүгін біз осы шақ present simple мен танысатын боламыз. Яғни осы шақ деген ағылшын тілінде present simple деп аталады. Осы шақта біз сұраулы сөйлем, болымды және болымсыз сөйлемдер жасап көрейік. Яғни бірінші қатар сұраулы, екінші қатар болымды сөйлем, үшінші қатар болымсыз сөйлемнің жасалу жолдары. Алдымен осы шақ деген бізде ағылшын тілінде қай кезде қолданылады, яғни сіз күнделікті бір нәрсені істеп жүрсеңіз, немесе әдетте жасайтын болсаңыз, немесе кейде жасайтын болсаңыз, немесе жиі жасайтын болсаңыз, немесе сирек бір нәрсемен айналысатын болсаңыз, әрқашан бір нәрсемен айналысып жүретін болсаңыз, осы шақты пайдаланасыз. Яғни бізде тағы осы шақтың бір түрі бар, ол дәл осы шақ деп аталады, ол дәл қазір болып жатқан, яғни мен сөйлеп жатырмын, мен тамақ ішіп жатырмын, мен киініп жатырмын деген іс-әрекет дәл қазір болып жатса, оны present continuous дейміз, яғни созылмалы осы шақ деп. Ал біз қазір жай ғана күнделікті болатын, қайталанып жүретін осы шақтағы іс-әрекеттер туралы айтатын боламыз. Кейінірек continuous'ке де мен арнайы сабақ жасап сіздерге түсіндіретін боламын. Алдымен осы шақтың жасалу жолына мән берейік. Осы шақта сұрақ қою үшін do деген көмекші етістік қоямыз. Немесе does деген көмекші етістікті қоямыз. Do деген көмекші етістік ол бізде мынау есімдіктердің алдында тұрады, яғни I мен, you сіз, we біз, they олар. Ал does деген көмекші етістік ол үшінші жақ бар ғой, ер адамға he, әйел адамға she деген осылардың алдында тұрады. Одан кейін кәдімгі негізгі етістігіміз тұрады. Енді сөйлемдер құрап көрейік. Do I live? Мен өмір сүріп жатырмын ба? Do you live? Сен өмір сүріп жатсың ба? Do we live? Біз өмір сүріп жатырмыз ба? Do they live? Олар өмір сүріп жатыр ма? Does he live? Ол өмір сүріп жатыр ма? Немесе қыз бала болса, does she live? Яғни бұл бізде сұраулы сөйлем. Келесі бізде болымды сөйлем түрі мына ортаңғы қатар, яғни бірінші орынға болым сөйлем жасағанда зат есім немесе есімдікті қоямыз, екінші орынға етістікті қоямыз. Бірақ егер ол he немесе she туралы айтылатын болса, етістікке s әріпін жалғайды екенбіз. Қанекей сөйлемдерімізді құрап жіберейік. Сонымен мен өмір сүріп жатырмын. I live. Сіз өмір сүріп жүрсіз. You live. We live. Біз өмір сүреміз. They live. Олар өмір сүреді. Немесе бізде өмір деген сөзді қоспай, тұрады дегенді де айтады. Ол тұрады. He lives. Мысалға, ол Алматыда тұрады. He lives in Алматы. She lives in Шымкент. Ол Шымкентте тұрады. Тұрады деген сөзбен де қазақша айтуға болады. Енді біз болымсыз сөйлем жасағанда мына do немесе doesға not жалғап, оны do not қысқарғанда don't, does not қысқарғанда doesn't деп қысқартып болымсыз сөйлем жасаймыз. Мысалы, мен өмір сүрмеймін, яғни мен тұрмаймын. Мен Таразда тұрмаймын. I don't live in Taraz. You don't live. We don't live. They don't live. He doesn't live. Немесе she doesn't live. Яғни бұл бізде болымсыз сөйлемнің жасалу жолы. Біз бұл live деген өмір сүру деген есімдікпен жеткедік. Қазір енді біз келесі етістікті ашып көрейік. Яғни келесі біздің етістігіміз ол help көмектесу. Do I help? Мен көмектесем ба? Do you help? Сіз көмектесесіз ба? Do we help? Біз көмектесеміз бе? Do they help? Олар көмектесе ме? Ол көмектесе ме? Does he help? Немесе does she help? Сұраулы сөйлем. Я помогаю, орысша айтқанда мен көмектесемін. I help. You help. We help. They help. Білеміз, he, ол көмектеседі десек, s әрпін жалғау керек. Осыны ұмытпаңдар. He helps. She helps. Және де бір айта кететін нәрсе, he-дің орнына ол баланың, ер адамның атын айтуға болады. Мысалға, Мұрат helps.
Қыз балаға she helps, she мысалға Алия helps, сол сияқты адамның атын да қоюға болады. Және болымсыз сөйлем жасап көрейік. Мен көмектеспеймін. I don't help. You don't help. Сіз көмектеспейсіз. We don't help. Олар көмектеспейді. They don't help. Олар. Біз көмектеспейміз, олар көмектеспейді. Және егер ол көмектеспейтін болса, мысалға he doesn't help, немесе she doesn't help. Яғни бұл help көмектесу етістігімен жасалған біздегі сұраулы болымды болымсыз сөйлем. Және де мен сіздерге айта кететін нәрсе, бұларды стопқа қойып дәптеріңізге жазып алыңыздар. Когда сіздер дәптерге жазып, оны орындаған кезде бұл білім бұл пайдалырақ болады және көпке сақталады. Және де бұл каналға тіркеліп, әрқашан лайктарыңызды басып, ұнап жатса, келесі сабақтарды қарап жүріңіздер. Так, келесі етістігімізді ашайық. Help-тан кейін бізде қандай етістік келеді? Help-тан кейін келетін етістігіміз, ол бізде қазір көрейік. Live-та жасады, help-ты жасады. Келесі love етістігі, жақсы көру, жақсы көру етістігін жасап көрейік. Love деген етістікпен сұрақ қойған кезде do I love? Люблю ли я? Я орысша айтқанда мен жақсы көрем ба? Do you love? Сен жақсы көресің ба? Do we love? Біз жақсы көреміз бе? Do they love? Олар жақсы көре ме? Does he love? Ол жақсы көре ме? Does she love? Ол жақсы көре ме? I love, мен жақсы көремін. You love, сіз жақсы көресіз. We love, біз жақсы көреміз. They love, олар жақсы көреді. He loves, ол жақсы көреді. She loves, ол жақсы көреді. I don't love, мен жақсы көрмеймін. You don't love, сіз жақсы көрмейсіз. We don't love, біз жақсы көрмейміз. They don't love, олар жақсы көрмейді. Ол жақсы көрмейді. He doesn't love, қыз бала болса, she doesn't love. Окей. Енді келесі етістігімізді ашып көрейік. Help, love, finish, аяқтау етістігі. Do I finish? Я заканчиваю. Орысша. Мен аяқтаймын ба? Do you finish? Сіз аяқтайсыз ба? Do we finish? Олар аяқтай ма? Do they finish? Олар аяқтай ма? Does he finish? Ол аяқтай ма? Does she finish? Ол аяқтай ма? I finish? Мен аяқтаймын. You finish? Сіз аяқтайсыз. We finish? Біз аяқтаймыз. They finish? Олар аяқтайды. He finishes? Әсәтін жалғаймыз. Ол аяқтайды. She finishes? Ол аяқтайды. Келесі болымсыз сөйлем. I don't finish. Мен аяқтамаймын. You don't finish. Сіз аяқтамайсыз. We don't finish. Олар біз аяқтамаймыз. They don't finish. Олар аяқтамайды. He doesn't finish. Ол аяқтамайды. She doesn't finish. Ол аяқтамайды. Осымен біз finish етістігін жасады. Ендігі келесі тағы бір етістік жүктеп көрейік. Ол start етістігі. Start. Do I start? Мен бастаймын ба? I start. Мен бастаймын. I don't start. Мен бастамаймын. Do you start? You start. You don't start. Do we start? We start. We don't start. Do they start? They start. They don't start. Does he start? He starts. He doesn't start. Does she start? She starts. She doesn't start. Окей? Мінекей, осымен біздің present simple, яғни осы шағымыз аяқталды. Яғни соңында айтып кететін нәрсе, often деген жиі деген сөзбен сөйлем құруға болады. Мысалға, I often help, мен жиі көмектесемін. My dad in the garage, яғни гаражда әкеме. Every day сөзін қолдануға болады. Осы жақта күнделікті деген сөз. Every month, әр ай сайын, every year, әр жыл сайын, usually, әдетте, sometimes, кейде, on weekends, демалыс күндері және always сөздерін, осы көмекші сөздерді пайдалануға болады. So, I always go to school by car. Мен әр қашан барамын мектепке машинамен. Every summer, I spend in the country. Әр жаз сайын мен ауылда немесе қала сыртында уақытымды өткіземін дейді. Сонымен біздің бүгінгі present simple tense осы шағымыз, жай осы шақ деп айтсақ болады, осымен аяқталды.
келесі сабақта мен сіздерге өткен шақпен таныстырамын. Міндетті түрде менің каналыма жаңағы хабарлама беретін колокольчикті басып қойыңыздар, сонда сіздерге хабарлама келіп тұрады, және сіздер past simple, арғы сабақтарда future simpleмен танысатын боласыздар. Яғни келер шақ, өткен шақ, ағылшын тілінде бұлар күнделікті пайдаланатын сөздер, грамматика түрі болғандықтан, бұл осы шақ, өткен шақ, келер шақты міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Goodbye.